Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз құрмалас сөйлем, салалас құрмалас сөйлем, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдер. Екі немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлемдер құрмалас сөйлем деп аталады. Жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің мағыналық жағынан өзгешеліктері. Бірінші жай сөйлем, екінші құрмалас сөйлем. Жай сөйлем жеке бір ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді. Екінші, жай сөйлем бір-бірінен айырым интонациясымен айтылады. Құрмалас сөйлем бірінші сыңары екіншісімен ұласпалы интонациямен айтылады. Үшінші, жай сөйлем интонациялық жағынан тиянақты болады. Құрмалас сөйлем сыңарлары интонациялық жағынан тиянақсыз болады. Төртінші, жай сөйлем аяқталған ойды білдіріп, бір бүтін болып саналады. Құрмалас сөйлем алғашқы сыңары аяқталған ойды білдіре алмайды, бүтіннің бір бөлшегі болып табылады. Құрмаластың құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен салаласа және сабақтаса байланысады. Мысалы, Баянның дауысы жақсы, бірақ ол өлең айтуға ұялады. Бұл салаласа байланысқан құрмалас сөйлем. Алғашқы сөйлем мен екінші сөйлемнің баяндауыштары тиянақты болып, екеуі тең дәрежеде байланысады. Екінші, Қасым орнынан түрегеліп, күміс жүзігін шешіп, Әділдің алдына қойды. Бұл сабақтаса байланысқан құрмалас сөйлем. Алғашқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз болып, екіншісіне бағына байланысып тұр. Бірінші жай сөйлемді екіншісінен бөліп, өз алдына жеке айтуға келмейді. Құрамындағы жай сөйлемдердің салаласа, сабақтаса байланысуына орай құрмалас сөйлемдер үш топқа бөлінеді. Бірінші салалас құрмалас, екінші сабақтас құрмалас, үшінші аралас құрмалас. Соның ішінде бүгінгі тоқталып кететініміз салалас құрмалас сөйлемдер. Құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі салалас құрмалас деп аталады. Мысалы, биыл жайлауда болдым және ауылдағы ағаларымның үйіне бардым. Далада жел соғып тұр, әрі сіркіреп жаңбыр жауып тұр. Құрамындағы жай сөйлемдердің мағыналық қарым-қатынасына қарай салалас құрмалас сөйлем 6 түрге бөлінеді. Олар ыңғайлас салалас, себеп салдар салалас, қарсылықты салалас, кезектес салалас, түсіндірмелі салалас және талғаулы салалас. Соның ішіндегі бүгінгі тоқталып кететініміз талғаулы салалас және кезектес салалас. Талғаулы салалас құрмалас сөйлем жай сөйлемдердегі айтылған іс-әрекеттің біреуі ғана орындалатынын болжамдалады. Екі жасалу жолы болады. Бірінші жалғаулықты, екінші жалғаулықсыз. Жалғаулықты не, немесе я, яки, не я болмаса, әлде, әйтпесе, әдетте не, мейлі тағы басқа жалғаулар арқылы жасалады. Мысалы, ертерек үйге дәрігер шақыру керек, немесе ауруханаға бару керек. Бұл жерде жалғаулықты немесе. Екінші, жалғаулықсыз. Талғаулы салалас үш жай сөйлемнен құралады да, алғашқы екеуі ма, ме сұраулы шылаумен қолданылып, соңғы сөйлем алғашқылардың іс-әрекетін қорытындылайды. Мысалы, ауырып отырды ма, кешегі оқиға есіне түсті ме, бүгін ол ешкіммен сөйлеспейді. Бүгін сендер киноға барасыңдар ма, циркке барасыңдар ма, мен ертең емтиханға дайындаламын. Бұл жерде жалғаулықсыз ма, не болып тұр.
Кезектес салалас құрмалас сөйлем жай сөйлемдердегі іс-қимылдың кезектесіп келетінін білдіреді. Екі жасалу жолы болады. Бірінші, жалғаулықты және жалғаулықсыз. Жалғаулықты біресе кейде жалғаулар арқылы жасалады. Мысалы, олар біресе тоқтап демалды, біресе күн ұзақ жүріп алды. Балалар бірде ән шырқайды, бірде өзенге барып шомылады. Екінші, жалғаулықсыз. Жалғаулықсыз кезектес салалас құрмалас сөйлем болмайды. Себебі жалғаулығын алып тастаса, бұл сөйлемнің мағынасы ыңғайлас салаласқа ауысады. Сәйкестендіріңіздер. Жалғаулардың қай салалас құрмалас сөйлем түрінде жататынын ажыратыңыздар. Бұл сіздерге бірінші тапсырма. Екінші, мәтінмен жұмыс. Мәтінде қанша сөйлем бар, жай сөйлем қанша, оның қай түрі, құрмалас сөйлем қанша, сөйлемдер салалас па, сабақтас па, немесе аралас па ажыратыңыздар. Бір сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыздар. Мәтін экранда беріліп тұр. Мына жерде үй тапсырмасы берілген. Оқулықпен жұмыс. Назарларыңызға рахмет. Осы өткен тақырыптарды Платонусқа жүктеп қойдым.